Осы аптада екі қазақ жауынгер жекпе-жекте өнер көрсетеді. Әр қарсыластық туралы толығырақ тоқтап кетейік. Интро. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. 6 наурыз түні UFC-де 70 кг салмақта топта болған M1 Global лигасының бұрынғы чемпионы Дамир Исмагулов өте мықты оппонентке қарсы шығады. Оның қарсыласы Эдуард Вартанян өте мықты жауынгер. Негізі бұл жекпе-жек 2 наурыз күні болу керек болған. Техникалық ақаулардан бүгінге, яғни 6 наурызға ауыстырылды. Жекпе-жек ММА-де емес, кикбоксинг ережелермен болады. Каналға тіркелсеңіз, нәтижелермен обзор жасап беремін. Дамир Исмагулов UFC-де жақсы карьера жасап келе жатқан. Мына кестеге қарасақ, тек соңында 2 жеңіліс болыпты. СМИ-дегі көп журналистер Дамир Исмагулов UFC-ден уволен деп жазып жалған ақпарат таратқан. Шынында Дамир Исмагулов контракт аяқталған соң карьерасын жалғастыру жолдарын қарастырып, өзі шешім қабылдаған. Өзі керек болса UFC-ге ораламын деп жауап жазған. Дамир Исмагулов қазақ болса да Ресей азаматы болып келеді. Асу Алмабаев 10 наурызда UFC октагонда Си-Джей Вергарамен кездеседі. Си-Джей Умар Нурмагомедов сияқты мықты жауынгер емес. Әрине, бірақ ММА-де әртүрлі болуы мүмкін. Қалай болса да, біз өз қазақстандық жауынгерді жеңуге қолдаймыз. Си-Джейдің рекордын қарасақ, 2 жеңіспен келе жатыр екен. Оның біреуі техникалық нокаут. Статистикаға қарасақ, ол ударник екені байқалады. Жеңу тәсілдері нокаутқа арналған. Ол дегеніміз, бұл американдықты жеңу үшін партерге құлатып сабмишн жасауға тырысу керек. Бұның бәрін асудың бапкерлері біледі деп ойлаймын. Бұл салмақта чемпион Пантожа деген Бразилия жауынгері 57 кг салмаққа дейін. Бұл Бекзат Алмаханның категориясынан 1 салмаққа төмен. Оларда 62 кг салмаққа дейін. Бұл турнирдің басты ивенті сол Умар Бекзат салмағындағы чемпион Шон Омелидің бірінші титул қорғауы болады. Менің ойымша Шон Омели қарсыласын әдемі нокаутқа құлатады. Ал сіз бұл жекпе-жектерге прогноздарыңыз бар ма? Комментарияға жазып бөлісіңіз. Құрметті көрермендер, каналда подписчик әзірше аз. Соның өзінде де мен жасаған контент ұнаса, подписка жасауға сұраймын. Барлығыңызға рахмет, сәттілік.